Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті ардақты ағайын, мұхтарам жамағат, алыс жақыннан дәріске деп, уағызға деп басып келген қадамдарымызға Алла Тағала сауаптан жазсын. Біздердің естіген насихаттарымызға Алла Тағала сіз бізге амал болуға өзі нәсіп еткен болсын. Сіздермен өтетін дәрісіміз Ибн Хаджар Әл-Асқалани рахматуллахи алейхтің Мунаббихат деген кітабынан дәріс жүргізсек деген ниеттеміз. Мунаббихат деген сөздің мағынасы не десеңіздер, ескерту деген мағына. Не нәрсеге ескерту деген сұрақ болатын болса, қайтар күнге дайындық үшін ескерту деген кітап екен. Қайта тұрған күніміз қай жақ? Әлбетте Алла Тағаланың құзыры ақырет күні. Сондықтан да бұл кітапта біздің өмірімізге, тақуалығымызға, амалымызға байланысты көптеген насихаттар айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадис шарифі, Хазіреті Абу Бәкір, Хазіреті Омар, Хазіреті Әли, Хазіреті Осман, хакимдердің, яғни даналардың, яғни зүгіт тақуалардың сөзі осы кітапта келтіріледі. Алла Тағала ол кісілерден разы болсын. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан мынандай бір хадис келеді екен. Аннаху қала, пайғамбарымыз айтты: хаслатани ла шай'a афдалу минхума. Екі бір қасиет бар дейді. Ла шай'a афдалу минхума. Сол екі қасиеттен асқан бір жақсы бір қасиет, амал жоқ дейді. Бір екі қасиет бар екен. Одан асқан бір жақсы, абзал нәрсе немесе бір қасиет жоқ екен. Оның бірінші, ең абзал қасиеттің біріншісі әл-иману биллахи, Алла Тағалаға иман келтіру. Екіншісі уан наф'у лил муслимин, мұсылмандар үшін пайдалы болу. Міне осы жерде қарап отырсаңыз, пайғамбарымыздың хадисіне үңіліп, одан ғибрат алатын болсақ, бізбенен сізге иман деген нәрсені нәсіп етіп қойды. Бұл иман деген нәрсені бір жерден сатып ала алмаймыз. Дүниеге сатып ала алмаймыз. Алланың сүйген құлдарына беретін үлкен бір ниметі. Сондықтан да бұл Алланың алдындағы ең бір абзал амалдың бірі не екен? Иман келтіру. Өйткені иман келтірмесе, оның істеген амалынан сауап болмайды. Біздерге сауап болу үшін, істеген жақсы амалдарымыздан сауап болу үшін біз иман келтірген болуымыз керек. Сонда біздің арқамыздан дұға ете алады адамдар дүниеден өткен кезде. Біреуге жақсылық жасаған болсақ, қайырымдылық істеген болсақ, кез келген бір жақсы амал істеген болсақ, оның сауабы біздерге болады. Ал иман келтірмесек, пайдасын бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көкесі Абу Толиб қандай еді? Пайғамбарымыздың сияр шарифін оқысаңыз, сондай Абу Толиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды бақты, қақты, үйлендірді, бүкіл жағдайын жасады, мүшриктерден де қорғады. Бірақ қарап отырсаңыз, иман деген сізбенен бізге нәсіп болған нәрсе, ол кісіге нәсіп болмады. Дәл басында отырып, көкешім иман келтіріңізші, қиямет қайымда шафағатшы болайын деген кезде не деді? Мен иман ете алмаймын. О балам,
Өйткені мен саған иман келтіретін болсам, өзімнің замандастарым, әріптестерім інісінің дініне еріп кетті деп әңгіме қылады. Ата-баба жолын тастады, бұттарымызды тәрік қылды деп айтады деген сөздерменен иман келтірмеді. Сонда аят түсті. Ва Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, сен өзіңнің сүйген, жақсы көрген адамыңды тура жолға сала алмайсың, Алла тағала жақсы көрмейінше. Алла тағала тура жолға түсушілерді жақсы біледі дейді. Аят түседі. Көрдіңіз ба? Бұл жерде айтайын дегеніміз, енді ол пайғамбарымызға жасаған қызметінен ешқандай сауап болмайды, пайда болмайды. Иман келтірген кезде ол қандай бір дәреже болар еді қиямет қайымда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көріп тұрып иман ету нәсіп болмады. Хазіреті Әлидің әкесі, халифа, қараңызшы. Сондықтан да кейбір адамдар айтады, мен пайғамбар алейхиссалату уассаламның заманында өмір сүргенімде ғой деп. Мен сол кісінің қасында болар едім, сол дінді қорғар едім, сол кісінің сүннетімен жүрер едім деген сияқты әңгімелерді айтады. Ғалымдарымыз жауап береді. Сен пайғамбарымыздың заманында өмір сүрмесең де пайғамбардың сен үммәтісің ғой дейді. Сен пайғамбарға иман келтіріп тұрсың ғой дейді. Соның өзі жетпей ме саған дейді, сонда құрметтің өзі дейді. Ал енді пайғамбардың заманында болсақ, біз пайғамбар Мұхаммад алейхиссалату уассаламның дұшпаны болып кетуі мүмкін бе? Оған қарсы шығатын бір дұшпан болуымыз мүмкін бе? Қылыш көтеріп мысалға. Көрдіңіз ба? Сондықтан да ең бастысы бізге иман деген нәрсені нәсіп етті, біз пайғамбарымызбен бірге болады екенбіз. Бізге шапағат ете алады. Біз жәннатта бола алмасақ та бірден, бізді шапағат етіп алып шығады. Бірақ иман етпеген мүшриктерге шапағат етпейді. Абу Талибке шапағат ете алмайды, Абу Лахабқа шапағат ете алмайды. Оларға иман нәсіп болмады. Қараңызшы. Сондықтан да бұл ең бір екі қасиеттің біріншісі екен. Одан бір асқан бір абзал қасиет жоқ екен. Екіншісі, мұсылмандарға пайдалы болу. Міне біз иман еткен құлдардан болғаннан кейін біз тек қана иншалла пайдамыз тигізуіміз керек басқа бір мұсылман бауырларымызға. Пайдамызды тигізе алмасақ та зиянымызды тигізбеуіміз керек. Міне біз пайдамызды тигізген болсақ, ең бір жақсы амал сіздің бойыңызда тұр, иман деген нәрсе, сол пайдадан сізге сауап келе береді. Түймеден бастап түйеге дейін, қандай бір мысқалдай болсын, қандай бір жақсылық жасаған болсаңыз, қандай бір пайдалы амал жасаған болсаңыз, ол сізге сауап болып кеп тұрады. Сондықтан да адамдардың ең қайырлысы пайдалы болғандары дейді да. Адамның ең жақсы болғымыз келсе, пайдалы болайық. Қай жағынан болмасын. Біреуді жамандамасақ, біреуді ғайбаттамасақ, біреуге жаман ойламасақ, оның өзі үлкен бір пайда. Өйткені біз біреуді айтсақ, біреуге күндестік қылған болсақ, оны бір жолдасымызға айтқан болсақ, ол анаған айтады, ол анаған айтады. Өсек аяң тарқайды, сонымен арада ұрыс керіс болады, көрдіңіз ба? Оны әшейін бір нәрсе деп ойлаймыз, жоқ. Үндемегеннің өзі үлкен бір тақуалық. Үндемеген үйдей бәледен құтылады деген сол ата-бабаларымыз айтқан. Ақыреттің де, бұл дүниенің де пәлесінен иншалла аман болады дегенбіз. Ва хаслатани ла шай'a ахбату минхума. Екі бір қасиет бар дейді. Одан бір асқан бір жаман қасиет жоқ дейді. Біріншісі әш-ширку билла, Алла тағалаға серік қосу. Яғни имансыздыққа бой алдырып, кім барып кеп тожаға деп, бір бұл дүниеден өзіне бір құдай жасап алып, мысалға адам баласы негізінде құдайға сенбегенмен де бір нәрсеге сенеді. Малға сенеді, дүниеге сенеді, немесе бір адамға сенеді.
немесе бұтқа табынады, немесе отқа табынады. Әртүрлі бір сенімдер бар. Өйткені адамның табиғатында бір нәрсеге сену деген нәрсе бар екен. Сондықтан да қарап отырсаңыз, әлемде әртүрлі халық бар да, әр нәрсеге сенетін. Мысалға, әртүрлі бір діндер бар. Міне, ең бір жаман нәрсенің бірі, одан асқан бір жаман нәрсе жоқ, Алла Тағалаға серік қосу. Алла Тағала серік қосқан пендесін кешірмейді, тәубаға келмейінше. Сондай бір пендесі келеді екен. Сонда қиямет қайымда: "Уа құлым, сен неге маған серік қосып келдің? Егер сен серік қоспай келгеніңде аспан мен жердің ортасын, 7 қабат жер, 7 қабат аспанның ортасын толтыратын күнәң болса да мен кешірер едім ғой" дейді да. Алла Тағаланың мейірімділігі, иманның былайша артықшылығы. Серік қоспай иман етіп барудың өзі, түбінде сіз жәннатқа кіресіз. Түбінде шапағат етуші зат бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан да Аллаға шүкір деуіміз, альхамдулилlah, біз бен сізге сондай тура иманды нәсіп еткен. Және де ваддарру бил муслимин, сол Алла Тағалаға серік қосқаннан кейінгі ең жаман амалдың бірі не екен? Мұсылмандарға зиян беру. Мұсылмандарға кім зиян береді? Мұсылмандарға дұшпан болған адам. Мұсылманға кім дұшпан? Дін исламға кім дұшпан? Солар зиян береді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қандай дұшпандықтар жасады кезінде. Хазіреті Біләлді қалай қинады? Күннің ыстығында ыстық құмға жақысып қойып, үстіне тас бастырып, әбден ұрып соғып, зорлық зомбылық жасап, дініңнен қайт деп, сонда я ахад, я сомат деп жатты да. Еш нәрсеге мұқтаж болмаған Алла сен жалғызсың, сен бірсің деді. Сонда Абу Бәкір радияллаху анху басына бостандық әперіп, қаншама динарды беріп, құлдықтан босатып сатып алды. Көресіз, осы заманымызда да мысалға мұсылмандарға зиян беретін адамдар көп. Тіпті мұсылман болып жүріп те жаңағы зиян беретін адамдар да бар. Мұсылманнан мұсылман негізі күмәнданбау керек, күдіктенбеу керек. Сондай осы мешітте жүріп, сондай бір жақсы жерлерде жүріп те сондай бір күнә істеп жүретін адамдар бар да. Біреудің затын ұрлап, біреудің ақшасын ұрлап, біреудің бір нәрсесін алып кетіп деген сияқты. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бұл Алланың алдындағы ең жаман амалдардың бірі, ол Аллаға серік қосу және де мұсылмандарға зиян беру екен. Алла баршамызды ондай сипаттардан сақтасын. وقال عليه السلام عليكم بمجالسة العلماء. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, сендерге міндет ғұламалардың дейді жиналысына қатысу дейді, мәжілісінде болу. Өйткені бұның пайдасын айтады. Енді жиналыс дегенде ол кісілермен жүру, сұхбаттас болу, үйіңізге шақыру, сол кісілерден дәріс алу, бірге болу, көбірек жүруді айтады. Яғни сендерге міндет ғұламалармен бірге жүру, сұхбаттас болу, немесе отыру. Вастимаи каламил хукамаи, және де ғалым болмаса да дана кісілер бар ғой. Жаңағы керемет сөздер ақып тұрады жаңағы. Керемет әңгімелер айтылатын дана кісілер болады, хаким кісілер болады. Сондай кісілермен де бірге болу міндет екен. فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. Жауабын айтып отыр пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Өйткені дейді, Алла Тағала дейді, өліп қалған жүректі дейді, хикмет нұрыменен тірілтеді дейді,
өліп қалған қонарсыз жерді жаңбыр жаудырту арқылы қонарсыз жерге жан бітіргені секілді өлген жүректерді хикмет нұрыменен тірілтіп қояды дейді. Хакимдердің, даналардың, данышпандардың, ғалымдардың қасында жүретін болсақ, өліп қалған жүректеріміз тіріледі екен. О кісіден ғибрат аламыз, жүрісінен, отырысынан, сөзінен, амалынан, насихатынан. Бір Алланың хикметі о жерде нұры болады екен, сол нұрменен біз иншалла тіріледі екенбіз да. Көп адамдар бар, тірі болып жүрсе де ол өлі. Өйткені Алла Тағаланы еске алатын адамменен еске алмайтын адам не деді? Өлімен тірі секілді деді. Қаншама адамдар бар бұл өмірде, бірақ тірі, бірақ өлі секілді еске алынбайды. Қаншама өлі адамдар бар, бірақ арамызда тірі секілді да. Олар кімдер? Пайғамбарлар, сахабалар, шейіттер, әулиелер, ғұламалар, тақуалар. Олар дүниеден өтіп кетсе де адамдар оның жақсылығын еске ала береді да. Міне қараңыз. Міне сол себепті құрмет жамағат жаңағы өліменен тірінің мысалға арасы не екен? Алла Тағаланы еске алатын адамменен еске алмайтын адам өлімен тірі сияқты. Сондықтан да осындай насихаттарға қатысу арқылы біз өзіміздің иманымызды кемелдендіріп, толықтандырып, Аллаға деген, пайғамбарға деген махаббатымызды осылай иншалла арттыра алады екенбіз. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. Абу Бәкір радияллаху анху айтады, Алла разы болсын ол кісіден, бір адам немесе кімде-кім қабірге азықсыз кіретін болса, сауапсыз, намазы жоқ болса, құлшылығы жоқ болса, ешқандай бір амал жасамай, яғни арам деген нәрседен қорықпай, күнәмен тәубасыз кіріп кететін болса қабірге, амалсыз, азықсыз, فَكَأَنَّمَا رَكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِينَةٍ, бейне бір үлкен бір теңізге кемесі түскенмен секілді дейді. Үлкен бір теңізге сіз кемесі түсе аласыз ба? Кемесі түссеңіз жағдайыңыз не болады? Жағдайыңыз белгілі болады. Адам былайша суға тұншығып, жағдайыңыз мүшкіл болып, шарасыз болып, былайша айтқан адам суға батып, қиналып, дүние салып кетеді. Бір мысал келтіріп жатыр да. Яғни сол сияқты жаңа біз қабірге кіріп кететін болсақ, амалсыз жағдайымыз қиындау екен біздің. Иманы жолдас болсын, иманы серік болсын деп атады ғой адамдар келіп көңіл айтып. Жаңағы дүниесі, атағы, бір жұмысы, жолдастары жолдас болсын демейді. Тағы бір нәрселері жолдас болсын демейді. Ол бұл дүниеде, ол да керек қой енді. Бірақ ана жердегі біздің жолдасымыз, біздің жақсы амалдарымыз, намазымыз, оразамыз, зекетіміз, қажылығымыз бәрі жан жағымыздан шығып қорғайды екен нәкір мүнкерден. Яғни жәрдемші болады екен, шапағат тигізеді екен. Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалату вассалам деп қиналмай жауап беруге, яғни иман жолдас болады екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан да осы сіздер шаршамауымыз керек 5 уақыт намазға келуден. Міне осы ықыластан біз қайтпауымыз керек. Қаншама бір кісілерді байқаймыз, Алла разы болсын, 5 уақыт намаздан қалмайды. Бір осындай уақытта 5 уақыт намазға келудің өзі әулиелік қой. Біз әулиені, баяғыдай әулиені іздемей ақ қояйық. Ол әр заманның өзінің әулиесі болады. Қазіргі замандағы әулие бір иманын келтіріп, сол арамнан қашып, адалменен жүріп, 5 уақыт намазын қаза қылмай, жамағатқа келіп, сөйтіп жүретін болса, ол да бір әулие, Алланың бір досы, сүйген құлы. Нәпіл намаздар оқып, зікірі болса, пайғамбарымызға салауаты болса, ол да бір үлкен бір тақуалықтың бір көрінісі осы заманымыздағы. Өйткені бір заман келеді екен, намаз бұлай тұрсын, Алла деп айтатын адам қалмай қалады екен да. Қазір ең болмағанда иман әлсіз деген адамның өзі ла илаха илlalланы айтады ғой, Құдайға шүкір деп, ең болмаса Құран оқытады үйіне шақырып. Дұға беріш дейді. Әлде де әлхамдулилlah, көрдіңіз ба? Құдайға шүкір.
Сондай бір уақыттар келеді екен да. Міне мынау қарасаңыз керемет бір уақытта бүкіл бір мүмкіншілік біз құлшылық жасауға, ата бабаларымыз жаңағы бетін сипауға қорқатын уақыттарда өмір сүрді ғой. Тәспіні біз сияқты жайғасып алып тартамады ғой. Біз сияқты отырып асықпай 15 минут дұғасын жасаған жоқ. Тез оқиды жаңағы іле шала көрсетпей сөйтіп өмір сүрген да. Міне қараңыз, мынандай уақыттар біздерге ғанибет. Міне бір кішкентай бір вирустың себебімен біз 2 жыл келе алмай қалдық та намазға. Қандай қадірін түсіндік, қандай жамағаттың қадірін түсіндік. Ол да бір Алланың қалауы да. Көріңдер деді да. Қағбаны да жауып тастады. Көріңдер деді. Әр нәрсе бір қадірін түсіндіріп қойды да, қарасаңыз. Ол да бір жақсы нәрсе. Әр нәрседе бір қайыр бар біздер үшін. Міне құрмет жамағат, сол үшін иншалла Аллаға шүкір, міне жамағаттарымыз осы жерде қазір келіп жатыр, қалмайды құлшылықтан. Міне осы ықыласты алып қойма деп Алладан сұрауымыз керек екен. Омар радиаллаху анхуден риуаят қылынады. Ол кісі айтады: "Иззу дуния бил мал ва иззул ахирати би салихил а'мал." Бұл дүниенің дейді даңқы дейді малмен болады дейді. Яғни бұл дүниеде сіздің малыңыз болса, жайыңыз болса, я көлігіңіз, тұратын үйіңіз, бір кәсібіңіз болған болса, ол бір Құдайдың берген нығметі. Адамдар былай жетқанда бақуат екен, керемет екен, жақсы екен деп бәрібір айтады. Дүниенің болғаны жақсы, бір адалынан болған жақсы. Яғни дүниесі бар адам былай жетқан даңқты. Өйткені бұл дүние ғой, өйткені да. Дүниемен есептеседі адамдар. Ол рас, орынды сөз. Яғни малмен болады бұл дүниенің даңқы. Ва иззул ахирати би салихил а'мал. Ал ақыреттің даңқы малмен болмайды екен. Қаншалықты жақсы амал істеді, салихал амалдармен болады екен. Міне осы қазір амалда жарысып жатырмыз ғой, бір-бірімізбен былай жетқанда тырысып. Міне кімнің амалы көп болады, сол ақыреттің бір даңқына, Алланың алдындағы бір мәртебеге ие болады екен. Қазір бір дүниесі жоқ бір адамдар болуы мүмкін, бірақ жақсы амалменен, Алланың разылығы үшін істеген істерменен ол бұл дүниедегі жаңағы құлшылыққа мән бермей жүрген қаншама лауазымды адамдардан дәрежесі жоғары болып кетеді. Ол күмәнсіз. Ол жерде Алла Тағала біздің түр-тұлпатымызға, әдемілігімізге, бір кереметтілігімізге қарамайды. Жүріс-тұрысымызға емес, біздің амалымызға, Құдай үшін, Алла үшін істеген амалымызға қарайды екен. Сондықтан да иншалла ақыреттің де амалы көп болсын, бұл дүниенің де иншалла несі нәпақасы керек. Мұсылман адамның бай болған жақсы, өйткені ол садақа береді, ол зекет береді, көп адамға қол ұшын береді, медресе салады, мектеп салады, мешіт салады, еліне жеріне көмектеседі, пайдасын тигізеді. Бірақ сол құлшылықтарымызға біздің кәсібіміз не қылу керек, зиянын тигізбеу керек. Қанша біз сондай бір дүние амалында кәсіпте болсақ та, Алла Тағаланың парыз еткен намазын оны қалдыруға болмайды. Ол үзір болып есептелмейді. Сондай бір ағаларымыз бар, Алла разы болсын, көмектеседі, садақа зекетін береді, бірақ Құдай оған әлі намаз нәсіп етпей жатыр да. Сондықтан да бұл кісілер сол зекетімен қоса, намазы болатын болса, басқа да құлшылықтар болатын болса, қанша адам қазылыққа жібереді, жақсы, бірақ өзі қазылыққа бармайды. Мен дайын емеспін дейді. Өйткені мен дейді, баратын жерлерім бар, барып қоямын дейді, мысалға. Баратын тойларым бар, араласатын жерлерім бар, дайын емеспін дейді. Үйтіп жүре беретін болсақ, жүре береміз ғой. Қашан дайын боламыз? Сондықтан да әр уақытымыз ғанибет, бүгін барсын, ертең жоқсын. Үлкен бір емтиханда жүрміз, сынақ өмірдеміз. Алла Тағала өмірімізге бір сонда берекет берсін. Бүгінгі тірлікті ертеңге қалдырма дейді. Өйткені ертеңге қалдырсаң, ол не болады дейді? 2 күн болып кетеді. 2 күннің тірлігі болады. 3 күнге қалдырсаңыз, 4 күнге қалдырсаңыз, ол көбейе береді, оны істей алмайды екен да адам. Сөйтіп жалқауланып жүре береді. Бүгінгі тірлікті, ақыреттің ісі болсын, дүниенің тіршілігі болсын, оны бүгін істеу керек екен да. Лажы барынша оны қалдырмай соғын істеу керек. Сонда адам бір тиянақтылықты үйренеді. Алла Тағала сонда жақсы көреді екен. Адам баласы сондай жаңағы бір нәрсені істегенде тиянақты істегенді да. Ақырында дейін жеткізіп. Және де
وعن عثمان رضي الله عنه Osman radıyallahu anhu aytады: "Hammud dunya zulmatun fil qalb ve hammul ahireti nurun fil qalb." Dünyeni oylay beru deydi. Dünyeni katты oylay beru. Yetpey жатыр, bolmay жатыр деген сияқтар. Dünyeni katты oylап, жүректі ауырта беру deydi. Ол deydi, жүрекке бір қараңғылық келеді deydi да. Жүрекке қараңғылық келеді, дүниені көп ойлай беру. Ал ақиретті уайымдау, ақиретті ойлау, ол жүректі нұрландыратын нәрсе дейді. Сондықтан да әр нәрсенің бір шегі бар екен. Сондықтан да ақирет деп дүниені тастап кетпеуіміз керек. Дүние деп сол бір теңгені екі теңге қаламын деп жүрген кезде құлшылығымыздан да басқамыздан да айырылып, дүниенің нәпақасына, ақиреттің бір амалына жетпей өмірден өтіп кететін болсақ, Құдай сақтасын, мына бір сынақ өмірді бір мағынасыз, пайдасыз өткізіп қалған бір адамдардың болады екенбіз. Алла Тағала баршаларымызға иншалла естіген уағыздарымызға амал қылуды нәсіп еткен болсын. Міне осы кітаптан ары қарай жалғаса беретін болады. Осындай өмірімізге пайдалы сөздер көп, сахабалардың, ғалымдардың, тақуалардың сөздері айтылады. Иншалла баршаларымызға еститін уағыздарымызды пайдалы етіп, ғұламалардың мәжілісінде, жақсылардың мәжілісінде көбірек жүріп, о кісілермен дос болып, о кісілермен өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.